Қайырлы күн, достар. Бүгін біз телефонның EGOB мобайл приложениясы арқылы обременение справкасын алуға болатынын үйренеміз. Басты беттегі услуги бөлімін таңдаймыз. Және поискке барып, обремен деп жазсаңыз, сол керекті бөлімі шығады. Және осы жерде мен соңғы тұрғанды таңдадым. Авторизациядан өтеміз. Содан кейін біздің атымызда меншік шығады аты. Және осы жерде тип объекті таңдаймыз. Сізге қайсысы керек? Мысалы, первичный, вторичный, өзіңізге керекті объектінің обременениесін таңдайсыз. Мен вторичный таңдадым. Және обновить етіп отырсаңыз, справка бізге 5 секундтың ішінде дайын болады. Және бұл құжатты отправить етіп, кез келген WhatsApp-қа жібере аласыз. Сөйтіп печать етіп шығарып алсаңыз болады. Видеом сізге пайдалы болса, лайк басып, комментарий жазып, арнама жазылып қоюды ұмытпаңыз. Рахмет.